Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Талдықорған қалалық орталық кітапханасы, қазақтың дара жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің туғанына 125 жыл, Қараш-Қараш повесіне 95 жыл және Абай жолы роман-эпопеясының шыққанына 80 жыл толуына орай қазақ әдебиетінің тарланы атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Аталмыш кітап көрмесі энциклопедия, көркем әдебиет және жазушы туралы естелік материалдарын қамтиды. Мұхтар Әуезов проза, драма, ғылым, аударма саласында жазып қалдырған еңбектері қазақ халқы әдебиетінің зор қазынасы. Айта кетсек, Мұхтар Әуезовтың 2014 жылы 384 беттен тұратын Алматы қаласы өлке баспасынан жарық көрген шығармалар жинағы. Жасөспірімдер кітапханасы сериясымен шыққан бұл жинаққа байырғы қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздік, озбырлық туралы, адамдар арасындағы қым-қиғаш қайшылық, әйел басындағы ауыр хәл, айықпас мұң, қайғы хақында жазылған шығармалары енгізілді. Әуезовтің 2002 жылы Алматы Атамұра баспасынан жарық көрген Қорғансыздың күні әңгімелер мен повестер жинағы. Жинаққа классик жазушының 30 жылдары жарық көрген әңгімелері мен повестері топтастырылған. Бұл шығармаларда адамзат пен қоғам тіршілігіндегі көкейкесті мәселелер көтерілген. Қараш-Қараш оқиғасы. Бұл повест нақты тарихи шындыққа құрылып, қыр қазаға Рысқұл Жылқайдаровтың басынан кешкендерін шығармаға арқау еткен. Қилы заман повесінде солдатқа адам бермей, бұлқынып, көтеріліске шығып, патша үкіметінің қарулы қаһарына ұшырап, оққа ұшып, абақтыға түсіп, атылып, асылып, дүние мүлкі талауға түскен бір қауым елдің тағдырын бейнелейді. Жазушы бұл туындыларында табиғат көркін, оның әсемдігін асқан шеберлікпен, зор шабытпен жеткізген. Жазушының 2006 жылы Алматы Балауса баспасынан жарық көрген Көксерек повесі мен Бүркітші және басқа әңгімелер атты кітабы. Бұл жинаққа балаларға арналған повесть әңгімелері, яғни балаларға танымды тәрбиелік ой салатын шығармалар іріктеліп алынды. Соның бірі Көксерек әңгімесі. Бұл әңгімеде асыранды қанішер жыртқыштың тағылық қалпын шебер баяндаған. Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы. Қазақтың тұңғыш эпопеясы Абай жолы шығармасы. Бірінші кітабы 1942 жылы, екіншісі 1947 жылы, үшіншісі 1952 жылы, төртіншісі 1956 жылы жарыққа шықты. Абай жолы қазақтың көркем прозасын классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Онда қазақ халқының этнографиялық, діни, жалпы мәдени танымдық дәстүрлері, жаз жайлауға көшу, құдалыққа бару, той жасау, кісі өлімі, аза тұту, ас беру, жұт, болыс сайлауы, дауға билік айту, аң аулау мен табиғат көріністері бәрі бар. Роман-эпопеяның танымдық мәнімен бірге ұлттық әдебиет пен мәдениетті, ана тілін өркендетуге рөлі зор болды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының оның ұлттық дәстүрін, тұрмыстық, моральдық, отбасылық ғұрпын, тірлігін мейлінше қанық, айқын, әрі дәл барлық қырынан жан-жақты ашып көрсете білді. Мұхтар Әуезовтың 50 томдық академиялық басылымы. Бұл басылымда Әуезовтың 1917-1961 жылдары аралығында жазылған мақала, әңгімелері, пьесалары мен аудармалары, оқушы қауымға белгісіз болып келген туындылары, сөйлеген сөздері мен баяндамалары, пікір хаттары берілген. Қазақ өнерінің кемелденуіне, қазақ әдебиетінің шыңына айналған Әуезов қазақ халқының ғасыр перзенті. Мұхтар Әуезовтың қай шығармасын алсақ та, қазақ халқының тарихының елеулі кезеңдерін қамтитынын көреміз. Құрметті кітап сүйер қауым, сіздерді кітап оқуға шақырамыз. Сіздер үшін кітапхана есігі әрдайым ашық. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет.